Ассалаумағалейкум жігіттер, достар. Қалайсыздар, жақсыздар ма, іштеріңіз? Аман сау ма? Так, мынау біздің Ақжайық жайық жағасы. Қазір біздер Тоғайға келіп тұрық. Тоғайымыз енді. Мынау жайық жағасы кішкене су келетін жерлер, теректер жақсы да. Анау орта жақтар су жетпейтін жерлер құрап жатыр. Суда біршама деңгейі көтеріліп келе бастап, кішкене тоқтаңқырап қалған секілді. Жағадағы мына талдардың бәрінің шетін су басыпты. Мына талдардың бәрін осы қолдан екті-ау деймін. Судың келу деңгейі осындай, бірақ өкінішке орай тоқтап қалды өлім. Мына достар, теректердің бәрінің басы осындай қурап кеткен. Бастарының барлығын кесіп, кішкене мапилеп жіберсе жақсы болады. Мына теректердің бәрі біздің бала күнімізде бар терек. Осындай. Мынау жыра жаңағы. Мына жағынан жайықтан су келеді, ар жағынан. Бірақ осы сайлардың барлығы суға толатын бұрын. Осы 15-20 жылдай болып қалды. Қазір су шықпағасын. Ештеңе шықпай жатыр, өспей жатыр. Мына біздің туысқандар Атыраудан келген. Міне, мына сайлардың барлығы суға лықып тұратын бұрын. Қазір өкінішке орай жоқ. Міне көрдіңіздер ғой, теректердің бастарының барлығы қандай болған. Жаңа осы тоғайдың ішіне кіріп келе жатып, жолдағы сұмдық апатты көрсеңіздер, катастрофаны. Ол совсем айтып жеткізу совсем қиын. Мына жағы кішкене жазықтық. Бізде көбіне қалың терек осы жайық жағасына қарай өскен, жайық жағасын бойлай. Мына жағы кішкене жазық, жыңғыл. Міне. Бір кездері осы жерлердің барлығын шабындық жерлер тұғын. Трактормен адамдар шөп шауып алатын. Қазір өкінішке орай бұл жерлерге шөп шығып жарытпайды. Сөздің шыны керек, енді осындай бір туысқандар келіп жүріндер, Тоғайға барып демалып қайтайық демесе, өзімізде ауылдың іргесінде тұрып көп келе бермейміз. Өкінішке орай, өкінішке орай. Туысқандардың көңіл күйлері керім. Қаладан келді бұл кісілер. Міне осы жерлердің барлығы судан лықып тұратын, міне. Сай-сала. Өкінішке орай осындай жағдай. Мына теректердің барлығы ескі теректер ғой. Өскендеріне 25-30 жыл болған. Әбден өсіп, қартайып, жоғары жақтары шықпайды. Қуарған, астың жақтары көгеріп тұр. Анау төбелердің барлығын кесіп алып тастаса, астың жағынан жаңадан
Тал шықпай ма осындай бұл көктеп? Бір ауылымызға, елімізге, аймағымызға бір экоактивист керек. Осылардың барлығын фото, видео қылып, факт жасап, документ жасап, барлығын осы облыс деңгейінде, аудан деңгейінде көтерсе, шаруасымен жүрсе, бір нәтиже болар еді. Өкінішке орай, жұмыс ешқандай жүріп жатырған жоқ. Өте өкінішті. Міне осы жолдардың барлығын бала күнінде, достар, мен велосипедпен жаяулатып жүріп тастадым. Бір мезгілдері осы жақтан балық ауладым. Ол ертелікте, оған да 18-20 жылдай уақыт болып қалды. Бір кездері жаяу келем, бір мезгілдері велосипедпен келем, кәдімгі браконьер болып кеттім ғой, әлі есімде. Жарты мөлшек, бір мөлшек балық ұстаймын резинкамен. Сосын соны ауылға арқалап барам. Ой, жарық дүние. Есіме түсіп жатыр бәрі. Қызық. Қазір айтсаң, бәлду бәрі өтірік. Тоғайдың ішінде көк жақсы екен. Бірақ осы соңғы, жаңа айтқандай ғой, су шығып жүрген жылдары шөп жақсы шығып жүрді. Кейін су шықпағасын, шөптің де шығуы азайып кетті. Адамдар осы жерлердің барлығынан шөп шабатын болды, жерді бөліп береді лесхоз. Шөп шабады, жатып, қонып, апталап жататын кездері болды адамдардың. Ондай да уақыттар болған. Қазір бірақ адамдар шөп шаппайды. Шөп шамалы шығады. Сондықтан. Міне су шықпағасын, жап жасқандай теректердің басының өзі қурап бітіп кеткен. Құлаған бәрі. Осындай. Ух ты! Ошаған. Су келуін келген екен, мына жерлердің барлығы. Қара жер шығып атқан. Су жақсы келген, кішкене көтеріле алмапты. Мынау менің тұрғаным қазір Европа беті. Арғы беті Азия. Сумен келген ағаштар ғой бұл. Ша, су жағасы салқын екен. Тоңдырайын деді. Опана. Міне осындай. Енді су бірден кетіп қалмай, кішкене күн ысса, мынау негізі жалпы жайылмаға шығып уылдық шашады ғой, мына сазан балықтары, жалпы балық атаулы осы тұщы суға. Кішкене күн ысса, мына жерлердің бәріне
сазан шығуы әбден мүмкін. Теректердің жағасына адамдар келіп осы жерлердің бәріне сеткі салады. Биылда көреміз бе деп ойладық негізі. Құдай қаласа келу керек. Кеш болып кетпесе. Келуі де тез, кетуі де тез судың. Так, достар, міне біздің жайықтың жағасындағы маңдайымызға біткен тоғайымыз осындай. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңа видеода айтып кеттім. Ағаштардың бастарының бәрі қурап кеткен. Ағаштардың бастарының бәрі қурап кеткен. Міне құлап жатыр ағаштардың бәрі. Жұмыс жасамайды десек, жақсатты болмаймыз. Бірақ шынымен ақ осы тоғайдың қазіргі келбетінен көруге болады. Орман шаруашылығы жұмыс жасап жатыр ма, жатқан жоқ па деген сұрақ туындайды әрбір адамда. Жануарлар дүниесін қорғау және орман шаруашылығы дейтін мекеме бар біздің ауылда. Біздің ауылда болғанда, біздің офистері біздің ауылда басқарма. Жалпы аудан көлеміндегі бүкіл осы жайық жағасындағы орман тоғайлардың барлығы сол мекемеге қарасты. Өкінішті, өте өкінішті. Міне қандай болып жатыр, көрдіңіздер ме? Мынау жерлердің барлығына шөп жақсы шығатын. Бірақ судың көтерілмеуі, келмеуі себепті қазіргі тоғайымыздың кешіп жатырған күйі. Ағаштардың бәрі құлаған. Анау бір моншаға отынға деп ағаш сұрай қалсаң, осы ағаштың бәрін жылап сатады. 8.000 теңге, 10.000 теңге деп сатып аласың осы ағаштың бәрін. Ал шындығына келсе, осы ағаштардың барлығы құлап, іріп шіріп тоғайда қалып жатыр. Жақсы емес. Құдай тағала берекесін берсін. Міне осындай, достар. Так, мына жыра тоғайдың ішіне су кіретін жыра. Қауіп. Жақындамай. Ана не көтерілмейді? Ya bismillah. Ya bir 40 сантиметрде екене. 40-50 сантиметрде келетін болса, енді мына жерге су шығады. Сақ бол, бөле сақ бол.
Әртір, абайланды. Бұркет түсіп кетер. Жақындама. Телефон түсіромандар. Насырың бе, лақтың бе? Жақындама кетіп бай. Саңа, шық бай. Су жақсы келіп жатыр екен бұйыл. Әлде келу жаман емес сияқты, бірақ тоқтап қалды деп айтып жатыр осы. Өзіміз келіп күн сайын көзбен көріп жүрмегесін. Кім не айтады, соған сене береміз. Қазір көзбен көріп тұр. Ағыста баршылық секілді. Дәл осы қарқынмен келетін болса, су жақсы көтеріліп, осы жыраның бойымен былай қарай су шығады тоғайдың ішіне. Тоғайдың ішіне су құйды деген сөз, ол жайылмаға шықты деген сөз. Бір кездері осы 4-5 жылдықтың төңірегінде осы жыраның бойын түгелдей трактормен қазды. Су шығарғылары келіп, осы су шығатын жер әрмен қарай барып жайылмаға жайылады. Сол жақта бір шаруашылық бар. Сол шаруашылықтың иесі осы сары трактормен қазып су шығарғылары келді, бірақ онымен судың деңгейі жетпегесін қоя қойды. Осындай жағдай, достар. Келсін, судың келгенін жақсы деп жатырмыз.